2700 адамнан қанша адамға саттыңыз? 23 адамға. 2700 адамнан 23 адамға саттыңыз ба? Иә. Нұреке, екі ақау көріп тұрмын. Біріншісі, менен артық ешкім сата алмайды деген. Негізі сата алады. Сізден де артық сата алатын адамдар бар екен. Екіншісі, 2700 адамнан 23 адам сатып алды дегені 0,8%. 1%ге жетпейді. Яғни бұл ненің көрсеткіші? Сіз өте төмен сапада сатасыз деген сөз. Мына 2700 саны жақсы да сапасы өте төмен болып тұр. Және өте көп уақыт кетіп жатыр. Енді біз сол уақытты және адамның жұмысын үнемдеуіміз керек. Мен сіздің орнына қазір тез 2-3 күннің ішінде жасанды интеллект енгізіп едім. Бұл WhatsApp-қа түскен сұрақтарға өзі тездетіп жауап беріп отырады да, прайс бәрін өзі беріп отырады. Одан кейін алады да, не істейді? Сразу Kaspi Pay-дің ссылкасын жібере салады өзі. Ана клиент Kaspi Pay-ға өтеді де төлейді. Енді басқа адамды жалдамай атқан проблемасы осыда да мен сияқты сата алмайды деген сияқты қорқыныш қой, иә? Сондықтан біздің мақсат не? Бұл жерде сізден бір 30%-ға төмен сататын адам таба аламыз ба? Сондықтан біз не істейміз? Сондай 2 адамды аламыз. Сонда тең болады 140%-ға сізден артық жұмыс жасайтын 2 адам болады. Сіздер сапасы емес санымен жеңіп кетеміз да бұл жерде.